Қыздар, басыңыздан өтіп жатқан кез келген оқиғадан, проблемадан деп айтайықшы, шығаратын керемет бір лайфхак бар. Мен қазір сонымен бөлісемін. Бұл нәрсе мені шығарады үнемі. Аллахтың қалауымен мен өзімен осылай жұмыс жасау арқылы өзімді былайша айтқан кезінде минустан плюске шығара алам. Сол нәрсемен сіздермен қазір бөлісейін деп отырмын. Соңына дейін қараңыз, мынандай нәрсе бар. Біз жаңағы күнделікті үйде болайық, жұмыста болайық, көп жағдайда біз жалғыз қалмаймыз. Сосын бізді отвлекать, жаңағы бізді назарымызды ұрлайтын нәрселер көп айналамызда. Тіпті алысқа бармай телефонның өзін ұстап қалдыңыз, бір моментте уже инстаграмда отырасыз, листать етіп, уже ойыңызды, назарыңызды аулап жатқан нәрселер өте көп. Міне осындай кезде сіз өзіңізді танымай, өзіңіздің ішкі әлеміңізге үңіле алмай, өзіңіздегі мәселені көре алмай да қалатын кездер болады. Сондықтан да мен сіздерге бір күшті бір лайфхакпен бөлісемін. Ол нәрсе мынадай: таңғы уақытта, сіз бір мәселеңізді шеше алмай жүрсіз, сол күні таңертең ерте тұрыңыз. Ерте сағат 5 болсын, 6 болсын, қазір түн ұзақ, осындай уақытта ерте тұрыңыз. Ол кезде көп жағдай үйдегі адамдардың барлығы демалып жатады. Сондықтан да осындай уақытты пайдаланып, осы кезде өзіңізбен сұрақ қойыңыз. Сіз сұрақ қойған кезде көбінде жазған жақсы. Ал егерде мен мысалға өзім жазбаймын да қазір. Өйткені мен ой арқылы да уже сондай жасай беретін дәрежеге жеткенмін. Бірақ сізге мен басында жазуды кеңес етемін. Жазыңыз. Сонда ең бірінші қойылатын сұрақ. Мысалға, сізде қазір басыңызда бір проблема болып жатыр. Осы проблемадан құтылсам, бірінші сұрақ, жазып алыңыз. Бірінші сұрақ: осы проблемадан құтылсам, менде қандай қауіп болуы мүмкін? Бұл сұрақтың жауабы шықпаса, онда екінші сұрақ: осы нәрсені жаңағы жасасам, менің өмірімде не өзгеруі мүмкін? Екінші сұрақ. Жаңағы бірінші сұрақпен шықпаса, осы екінші сұрақты қойып көріңіз, не өзгеруі мүмкін? Жасап тастадыңыз, не өзгеруі мүмкін? Мүмкін сол жерден шығып қалуы мүмкін. Ал енді тағы да бір беретін үшінші сұрағым бар. Үшінші сұрақ, бұл өзіңізге қоясыз да: осы нәрседен шығу үшін маған не көмектеседі? Яғни, қандай сұрақты өзіңізге қойсаңыз да, сіз сол сұрақтан негізінде ішіңізден жауап ала аласыз, егер сіз өзіңізді тыңдай алсаңыз. Жаңағы сұрақты, өзіңізге қойған кезде жауапты жазасыз. Сұрақты қоясыз. Любой ситуация болсын, басыңызда өтіп жатқан, жауапты жазасыз. Жауапты жазғаннан кейін, ол жауапқа әлі де қанағаттанбай, ол жауап әлі де сізге жауап болмай тұрса, тағы сол жауапқа сұрақ қойыңыз. Осы сұрақтардың біреусі. Қай сұраққа? Мысалы, болады, бірінші сұраққа жауап келмейді, бірақ екінші сұраққа келеді есесіне. Екінші сұраққа келмейді, может быть, үшінші сұраққа келеді деген секілді. Яғни осындай сұрақтарды қою арқылы өзіңіздің өміріңізге көмектесе аласыз. Яғни жауап шықты ма? Сол жауаппен енді жұмыс жасау керек. Ол жауап сізге не үшін керек болды? Қандай оның пайдасы бар? Сонымен жұмыс жасайсыз. Сізге қандай көмегі тиді? Яғни сіз Алланың алдында сол көмегі үшін рахметіңізді айтасыз. И одан кейін жаңа шешім. Жаңа шешім. Сіз осыған дейін соны осылай жасап келдіңіз, ол сізге осындай мәселелер алып келді. Енді сіз олай жасамай-ақ бұлай жасай алам дегендей қылып, сіз жаңа шешім қабылдайсыз. Егер де менің осы айтып жатқандарым барлығы сізге түсініксіз болатын болса, менің жеке қабылдауыма жазылыңыз. Осының барлығын мен сізбен жасайтын боламын. Яғни маманның алдына келуге болады. Сондықтан да осы лайфхакты міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасай алмасаңыздар, менің жеке қабылдауыма келіңіздер.